Міне мына жерлер біздің атабамыз Әбілданның ұрпақтары Рақымжан, Сыламжан, Сыламбек, Седбайлар бәрі осында өскен. Міне ана тауларда жайлау бар, о тұрған таулары. Мына біздің диқаншылық жасайтын жерлеріміз, міне Сөгөздегі атабамыз. Сондай жерлер. Сыламжан атамыз бен Рақымжан атамыз өшірді, міне егін егіп, бидай өсіріп, қара сүрген жерлер міне. Осы жерлер міне сондай жерлер. Мынау Ақши деген ауыл, мынау Бұрқан шоқы деген міне осы жерлердің етегіне жаңа бидайларын көміп, ана ар жағында. Сөрде қысқы ұра жасап кетеді екен, астықтарын тасымайды екен, сөрге ұра жасап көміп кетеді екен. Сол атауымыздың міне өскен жері, диқан жасаған жерлері. Анау терекке дейін болды ма сонда жерлер? Жоқ, міне осы төңірек. Қайсы ма екен білмеймін, ол кезде мына жерде мында диқаншылық болмаған кез. Әркім шамасын өгіз арбамен, өгізбенен, соқаменен айдайды екен. Бізде Сөгөзде 10 шақты өгіз болған екен. Сол өгізбенен жер жыртып, қолмен шашып, қарысын жаңағы астың бидайын сөйткен екен. Сондай жерлер міне осы. Жазып келін. Қазір енді бұл жерлер басқа нелер ғой? Қазір әркім жекеменшік қолына өтті енді. Осындай міне. Кең жер екен. Кең, бұл жатқан жазық осындай бидай бүткіл астық айдайтын жерлер. Жүгер айдайды, бидай айдайтындары бар. Басы мынау қасқа шейін барады осы түгел. Қастың басына кешен, кешеға нөлге шейін. Нөлге шейін бірақ барады. Осы тау. Ерен қабырға. Ерен қабырға тау, ерен қабырға тау. Ол мына жерде ғой. Осы таудың бәрі ерен қабырға тау. Осы ерен қабырға. Міне осы. Мына ерен қабырға тау екен мінекей. Анау сайда сол отыратын біздің атабамыз отырған сай, Ластай сай деген сол сай. Ластай дейді сол сайда. Анау үй көрініп тұрған жер ме? Анау сайдың ішінде үй көрініп тұрған. Ана бер жақ қарайып тұрған бәрі соның ішінде батарея ананың бәрі. Қарайып тұрған бар ғой? Иә, кеше көрген. Кеше көрген, Сұптайдан көрген, ана қарайып тұрған бәрі сол. Сөздің жайлы көктеулік жерлердің бәрін соның ішінде батарея қылып сөйтіп алып алды. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Мінекей біз қазір Жағаластай ауылының маңайында тұрмыз. Міне төмен жақта көріп тұрсыздар, мына ауылдың бәрі Жағаластай деп аталады. Біздің ата-бабамыздың өскен жері, әкеміздің де осы Жағаластайда өскен жері мінекей. Керемет көрініс, қатар-қатар үйлер салынып кетіпті. Тау Абралы тау дейді. Мына тау өз тау сілемі, жаңа Дөңмазар деген жерден басталып, тура неменеге шейін Қаратөбе деген жерге шейін барады. Абралы тау деген осы. Басылген тау деген, міне Басылгеннің шоқылары міне сол Басылген дейді сол. Өзі қалмақтың басын шауып, қазақтар сөз басылып кеткен, содан Басылген аталған. Абралы тау деген осы. Ал енді анау таудың түбіндегі ана ауылдар, мынау енді ана Ақтүбек дейді, өңкей уақтар, төрелер отыратын ауылдар. Арғы, иә, таудың етегіндегі. Таудың етегіндегі уақ отырады, мына уақтар отырады, мына жақта төрелер отырады. Кілең қазақпенен қазулар ғана. Сондай. Мына жақта түгел қазақ ауылдары міне. Мына ауыл шын. Мына астымыздағы тұрған ауыл Жағаластай ауылы. Жағаластай ауыл деген осы міне. Мінекей Жағаластай. Анау ағып жатқан өзен Қас өзені. Сонда ана біздің әкеміз осы, аталарымыз осы Жағаластай ауыл осы жерде отырды ғой да? Осы Жағаластай ауылында осында отырған. Қас өзені міне. Анау табиғи орман. Ұзындығы 100 километрдей бар бұл орманның. Енінің өзі 3-4 километр кең жерлері. 2 километр арғылай. Мінекей Нүсіпәлі соның бәрін осы жерде туып өсті, біледі осы жердің сырын жағы бәрін. Мына осы бергіде көрініп тұрған алдыңғы планда Жағаластай ауыл екен. Міне әкеміз осы жерде туып өскен. Ар жағында ана өзен Қас қой, ә? Қас өзені. Ар жағында Қас өзені мінекей ағып жатыр. Ілеге құйып, Балқашқа құятын өзеннің бірі осы. Қас өзені әкеміз айтып отыратын, ылғи айтып Қас өзені енді соны келіп көзімізбен көріп жатырмыз мінекей. Қандай тамаша жер. Кезінде осы Қас өзеніменен кемеге отырып, сол Қазақстанға өткен екен, кезінеменен көшкен екен. Қатынас болмағанда кемемен көшіп, сол ана Қапшағайға барған, Айдарлы деген жерге барып, сөрде кеме тоқтайтын жерлерге сөрге барып, сөрден сол Қазақстан Совет өкіметінің кезінде кемемен көшкен екен. Осы кеме осы жерде отырып. Онда ана өзен кәдімгідей өзен толы болатын, толы көп. Қазір енді азайып қалыпты. Қазір азайған кезде, ол кезде ардасы кең
кеме жүретіндей үлкен өзен болған. иә Сүлеймен молда айтатын осы жерден кемемен ілеге барып іледен кемемен Қазақстанға барып Қазақстанға сүгіт өткен. Мемлекет бойынша екінші дәрежелі орман екен. мінекей мына Қас өзенін көріп тұрсыздар. Ар жағында көгеріп тұрған ну орман осы табиғи орман екен. Өзі ұзындығы 100 шақырымға жуық ұзындығы екен, ені 2-3 километр екен. Солай ма? Солай. 2-3 километр. Енді бұл дәрежелі ормандардың біріне кіреді екен. Ішіндегі аң, құс, неше түрлі жәндіктер өте көп екен. Керемет көрініс. Мінекей Жағаластай ауылы. Әкеміздің талай айтып жүрген жері ғой мұны, Жағаластай деп. Мінекей Рақымжан атаның бұрынғы тұрған жерлері осы.